намазға тұрамыз ғой. Аллаху әкбар деп қол жайып тұрғаннан кейін біз не істейміз? Құраннан аят оқуымыз керек. Яғни Құраннан міндетті түрде сүре оқуымыз керек. Бұл Фатиха сүресі болады, және қосымша сүре болады. Аллаху әкбар деген сөзді іштен айтуға болмайды. Яғни сіз ерніңізді қимылдатпай деп тұрып, деп оқып тұруыңызға болмайды. Обязательно не істеу керек? Ерін қозғалу керек. Сіздің минимальный дауыс шығаруыңыз ерін қозғалған кезде өзіңіздің дауысыңызды құлақпен ести алатындай болу керек. Яғни дәл осылай өзіңіздің дауысыңыз еститіндей оқуыңыз керек. Түсіндіре алдым ба? Зікірдің, салауаттың барлығының несі осылай шыққаны дұрыс. Ал намазда міндетті түрде дауысыңызды өзіңіз еститіндей қылып, аузыңызды қимылдатып оқисыз.